Талғат 27 жаста, үйленген, мұнай газысы мемлекеттік және жергілікті басқару бойынша 2 салада білім алып, 3 жыл мемлекеттік қызмет атқарған соң жеке кәсіп ашқан. Қазір шағын мейрамханасы бар. Жылдың ішінде мен барлық мемлекеттік биліктің, болмаса мемлекеттік қызметтің қыр-сырын меңгердім деп айта алмаймын. Бірақ менің өзіме, жеке өміріме өзіме ұнағаны жаңағыдай жеке кәсіп жолын таңдау. Мен енді қазір өзім басты күресіп жүрген дүние ол мал бастық. Ұйықтау, көп ұйықтау. Мен сыртқа ештеңені шығармаймын, барлық нәрсені өзіме жұта берем. Қабылдай берем, бірақ ең соңында бір жарылатын уақытысы болады. Бірақ жарылғанға түскен адам немесе сол кезде болған, сол уақытта болатын адамдар ешқашан маған енді қайтып бұрылып қарамастай болып кетеді. Сол нәрсені кішкене жеңу үшін психологпен кеңесуге болады. Талғат, өзгеріске ашықсыз ғой? Ашықпын. Кеттік. Ерназар, өзгерістің таңы басталды. Қайырлы таң, Талғат талып келдім. Жанынан бірақ шықты. Не өзгертесіз? Шаш үлгісін 21 жылдың ең трендтегі шаш үлгісін жасаймыз. Оның аты андеркат болады бізде. Қызық болып тұр. Кеттік. Ерназар кейіпкерімізге не жарасатынын бірден анықтады. Дұрыс шаш үлгісінің беттің олқы тұсын жасырып, артықшылығына басымдық бере алатын мүмкіндігі бар дейді. Италияның классикасы деп айтуға болады. Өйткені бізде пробор болады, өткір. Ал жаны классикалық 3 пен 4 болады. Көп формаға келеді. Бір жағы 1 сантиметр қалу керек жанымыздың. Трансформацияның басы жаман емес. Талғатты сәнді кәсіпкер қылып шығаратын түрі бар біздің мамандардың. Кезек стилисте Лаура монореңкті киімді үйлестірудің шебері. Талғатқа не таңдап беретінін көрейік? Қазір мен осындай недегі рубашкалар сәнде ғой оверсайз. Сізді сол жаққа өзгерту керек еді. Керісінше. Мынандай жарқын түстер киермедіңіз? Жарқын түстерді көбінесе кие бермеймін. Кие бермейсіз, иә? Біздің қазақтың жігіттері деп кетейін ба, өте алып денелі ғой. Талғатқа размер таппай жатырмыз. Талғат? Сиді ма? Өзгеріс бар. Байқалады. Айта кетіңіз. Әр адамның өзінің ішіндегі стилі болады, негізі. Сол Талғат өзі негізі классиканы жақсы көреді екен. Біз бір қатты өзгеріс жасаған жоқпыз. Сол өзінің жақсы көретін классикасын қалдырдық. Өйткені іші мен сырты бір-бірімен сәйкес болу үшін. Және де биыл енді трендтегі түсі сұр түсті болған айта кетейінші. Өйткені бізде биыл не болды ғой? Пандемия болды, иә. Сондықтан адамдардың бір мінезінде бір тас сияқты болсын, ешқандай сынбасын деген немен. Бізде биыл сұр түсті трендте болған 2021 жылы. Жилеткаларды, жеңсіз күртелерді
куртканың ішінен және де пальтоның ішінен киюге болады. Өте сәнді көрінеді. Ұнады ма сізге? Ал міне, сыртқы өзгеріске дейінгі және кейінгі көрініске назар салыңыз. Талғаттың іскерлік кездесулерге осылай барғаны әлде қайда дұрыс қой. Ал психологпен жұмыс істеп, кейбір тосқауылдардан арылса тіпті керемет болар еді. Келесі бөлімде оны да көреміз. Сол нәрсені жеңу керек. Талғаттың талғамға сай киініп, шаш үлгісін жаңалағаны өзгерістің жартысы ғана. Кейіпкерлердің көбі сюжет басында айтқан проблемасын күн соңында психологқа айтпай жатады. Ал бұл жігіттің жөні бөлек, екі мәселені де айна қатесіз қайталап, маманның жұмысын жеңілдетті. Мендегі ұйқыбастық проблемасы ғой. Сол нәрсені жеңу керек. Нешеге дейін ұйқы? Буквально 2-3-ке дейін ұйықтау. А түнде нешеде жатасыз? Таңда жатамыз ғой, 5-те. 8 сағатты қоссақ, неше болады? Сол болады. Ол негізінде дұрыс ұйқы, онда тұрған ештеңке жоқ, бәрі жақсы. Сонда сізді не мазалайды? Күндізгі 3-те, 2-де тұрған соң бірден кейін құрғалып қалғандай бір сезім бола ма? Жұрт қатарлы деңгейдегі өмірден кішкене қалдым деген сияқты. Графикті ауыстырсақ, мен деген қазір жеке бизнес болғаннан кейін ол жаққа уже уақыт жетпей қалатын сияқты оған. Егерде мен өмірден қалғым келмейтін болса, мен графикті ауыстыруым керек. Бірақ та мен қазір графикті ауыстыра алмаймын, себебі кәсібім дөңгелетуім керек. Ондайша жаңағы сұрақтың маңыздылығы қала ма? Маңыздылығы бәрібір де болатын сияқты негізі. Онда сіз өзіңізден қандай талап етесіз? Қандай талап қойсыз өзіңізге? 5-те жатта, таңғы сағат 7-де тұр деген ба? Меніңше сондай талаппен өмір сүру керек сияқты. 5-те жатсақ, 8 сағат организмнің восстановлениясына керек, онда біз 13:00-де тұрамыз, иә? 12-де байласақ та, 12-де біздің ұйқымыз қанады. 12-де тұрып, түнгі сағат 9-10-ға дейін, мысалға, тіршілікті жалғастыруға болады, иә? Өмірді. Ал енді 12-ге дейін қандай істеріңіз артта қалып жатыр, сыпырылып жатыр? Мен қазір тек қана бір бағытта ғана болып кеттім да, осы кәсіп дедік па, соған ғана. Қоғаммен байланыс, туыстармен отношение, қонаққа бару деген сияқты. Сосын 2-ден кешкі сағат түнге дейін, түннен таңға дейін жүреміз, иә. Жұмыспен жүресіз. Онда туған туыс, жаңағы басқа да әлеуметтік қоғамдық істерге қай уақытты бөлесіз? Сіздің организміңіз демалғанша сол уақыт керек. Одан кейін сіз, наоборот, рахмет айтып, көңіліңіз көтеріп, күніңізді өткізсеңіз, ол дұрысырақ болады. Сонда энергияңыз көп жетеді. А сіз күнінде тұрасыз да сағат 2-де. Мен ұйқышымын, ерте тұру керек еді, әлі тағытта түгіл көрмедім. Қазір кәсіптен шықпай, күнде өзіңізді кінәлайсыз. Ол деген күнде құшақтаумен тең ғой. Одан кейін мен өзімді ол үшін жазғармайтын боламын, кінәламайтын боламын. Қазір қандай сезімдесіз? Осы сөздер айтқанда денеңіз? Жақсы сезім. Жақсы, иә? Өйткені шынымен негативный энергия кеткендей. Жоқ болғандай, иә. Мен тағы да бір күрескім келетін қабілетті айта кетейінші. Мен барлық нәрсені өзім ішіме қабылдай беремін да. Сыртқа шығармаймын уақытысында. Қабылдаймын. Бірақ бір уақыттар болады, соның жарылатын кезеңі болады да. Оның жарылған кезеңіне түсетін адам, немесе мен айналамда жүрген өзім жақындарым болса, олар менімен даже араласпай кететіндей деңгейге түседі. Егерде сіз жай ғана өтірік күлмей, шынымен де сол сәтте көңіліңізді шын білдіретін болсаңыз, неден қорқасыз? Көңіл шын білдіретін болсам, ол адамды ренжітіп алудан деген сияқты ғой. Ол ренжіп қалса не болады деген сөз? Ол ренжіп қалса, екеуміздің отношениямыз и так бұзылады. Онда мен сізге бұл жерде мен хабарламалар деген техниканы ұсынғым келеді. Яғни, мысалға, маған бірдеңке ұнамай тұрса, мен бірдеңкені айтып тастағым келіп тұрса, оны мен хабарламалары арқылы жеткізсек, адам ренжімейді. Ол сіздің көңіл күйіңізді түсінеді де, тыңдайды. Егерде сен хабарламалар айтсақ, сен сондайсың, сен мұндайсың, сен неге өйтіп істейсің десек, ол адамды ренжітіп аламыз. Сен үшін деп айтқаннан гөрі мен қобалжып тұрмын. Мен қазір көп ақшаны жоғалттым деп уайымдап тұрмын деп адамға сіз өзіңіздің ниетіңізді жеткізесіз. Мен мысалға сізге косяк жасаған болсам, мен уже түсінемін. Мен үшін адам өзінің қазір жаман сезім тұр деп. Мен сосын уже ренжімеймін да сізге. Көрдіңіз бе?
Ал егер сіз маған сразу сен неме деп тиісе бастасаңыз, сен хабарлама арқылы мен сразу жабыламын да сізге атака жасайтын боламын. Өзіңіз немесе тағы да мынау деген процестер. Сондықтан осы бір техниканы өміріңізде қолдануға кеңес беремін. Талғат, бүгінгі күнді қорытындылайықшы. Не ұнады, не ұнамады, өзіңіздің бойыңыздан қандай өзгерісті байқадыңыз? Осы бүгінгі күннің арқасында тағы да бір серпіліс алдым десем де болады. Осы өзгерісті тоқтатпайсыз ғой, жалғастырасыз ғой. Бұл өзгеріс тоқтаусыз ары қарай жалғасатын болады. Көп рахмет. Құрметті көрермен, сіздер де өзгеріске ашық болыңыздар. Өйткені әр таң мүмкіндік өзгеруге, өзгертуге.